армысыздар, сіздермен Энжок. Бүгінгі видеоның тақырыбын көріп тұрғандай, бүгін бізде маңызды видео болмақ. Яғни бүгін біз ютубта емес, полный әлемде және қазақ ютубында бізде алда күтіп тұрған қиындықты, проблема туралы айтатын боламын. Ол проблема возрастное ограничение. В общем, какой-то бір депутаттар ма, білмеймін, бір депутат па, білмеймін, министр ма, солар Индонезия, британиялықтар бәрін жауап беріп, ютубты жауып тастайық деп отыр. Ограничениемен жас жетпейтіндерге соцсет деп отыр болмайды деп. Мен офигеть екенсің ғой, кейбір адамдар уже түсіріп тастаған. 5-6 адам ағылшынша орыс ютубынан. Сол жайлы. Тамыздың 10-шы эксперимент болады екен америкалық ютубқа. Болашақта уже қазақ ютубына келуі мүмкін, орыс ютубына деген сияқты. И бірінші изменение ол бізде искусственный интеллект, просто рекомендация бізге обновить етіп отпайды. Рекомендация арқылы вообще біздің жасымызды белгілеп отыр үшін. Жасың 13-тен кіші ма, үлкен ба, 18-ден кіші ма, үлкен ба? Осы проблема бар. Еще канал ашу үшін жасыңыз 16-тен үлкен болу керек. Бұл екінші проблема, бірақ менде бұл проблема жоқ. Менің ағама респект айтамын, үлкен респект айтамын, өте үлкен. Соның арқасында ғана мен каналым нормально отыр. Алдағаны банк айтып қалады, стрим кезінден. Сіздерге айтамын, стрим вообще түсірмеңіздер. Беттеріңізде. Мен түсіріп қойдым, алдында каникул бастаған ойда. Соның кезінде каналымды өліп қалдым. 10-шы кетпеді, сөйтпеді деп. Каналым кетіп қалдады, удалениеге. Аман алып қалдық, шүкір. Бірінші сіздерге кеңес, енді барлығына кеңес деу болады. Бәріне ютубер ұсаңыз болмасаңыздар да. Взрослый видеолар көріп бастаңыздар. Енді ондай емес, андай сериалдар, аниме нарезкалар, футбол, спорт, бокс, UFC, бәрін көріңіздер. Енді каналдан жазылып қойып, видео ашқан кезде кейде қарап тұруларыңызда, енді ондай етемін кеңес етпесе, ертең жауап тастап жаман болады. Каналдар бар, адамдар бар, оларға вообще жалко. Талпа жыл бойы 1000-2000 жазылып жинадың да, жасың жетпей банныңға кетіп қалды. Сол рекомендацияны тексеріп өтеді. Екіншіден, каналда видео шығару үшін бітті, полностью паспорт керек дейді. Енді менде паспорттан проблема жоқ, проблема болмайды жарым ойламын. Енді 3x каналмен енді қостаса береміз. Ол канал білмеймін, кете ма кетпей ма белгісіз. Бірақ обновлениенің қашан болатыны белгісіз, Қазақстанға қатысты. Бірақ болашақта болады. 3x каналын айырылып қойып тұр. Қалған каналдар вообще керек емес маған. Олар экспериментті каналдар болды. Бірақ басқаларына қиын болып тұр. Тек бірақ каналмен жүрген адамдарға қиын болады жаңағы. Паспорт тіркемеген каналдар. Ертең кетіп қалады. Сендерге екінші қиындық бар. Бірінші вариант каналмен қоштасу. Екінші вариант біреуден паспорт сұрау. Паспорт сөздерін сұрайды. Гуглдан тіркеу үшін каналыңда паспорт 18 тіркеу үшін. Мен тек ағам болып жол болып кетті. Ол да түсіретін болғасын, ол ешқандай ма айтпайды. Ол жалғыз үйде мен түсіретін білетін адам ғой. Басқалар білмейді. Соңғы үстінде мен аман болып қалды, каналымды паспорт арқылы үлкен рахмет етемін саған. Енді сіздерге де бір апашка білдірген болса, мектепте болсын бір братан, бұрын айтқан мектепте өсіп кеткен адамдардан болса, кішкене сұрақ көріңдер енді. Ұят болса да ютубер болудың өзіне ұялатын болдық қой енді. Шынынан бәрі ұят болды бізге. Не дейміз енді? Басқа айтатын түгі жоқ. Мына жақта мен Майнкрафт шок, біз футбол ойнап жатырмыз мына жақта. Енді Майнкрафт ойнап жатырмын, видео ойнап жатқан жоқ. Себебі мен уже видеолар түсіріп тастадым, қайттан кіре беріп не істеймін видеоларға. Алдағы уақытта білмеймін, сұрақ жауаптарға осы видеоның астына комментарий жазып кетіңіздер, жазылсаңыздар әйтпесе. Ешкім қатты көп сұрақтар жауап жазыпты, сұрақтар.
видео сұрақ жауап видеосы кішкентай болып қалады. Сонда тағы сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер видеоның астына. Бұл енді маңызды видео деген себебі сіздерді ескертіп қойып жатырмын. Ертең баған кетіп қалып жылап жатпаңдар деп. Либо қоса жазыңдар, либо паспорт сұрайсыңдар. Сосын рекомендацияларыңды қарап жүріңдер. Андай бір тренд шығып, бірдеңе шығып, аликедет шығып, лайк басып, видеоларын көріп жүрмеңдер. Келесі тамыздан кейінгі уақыттарда, күзде бірдеңеде көріп қалуы мүмкінсіңдер ғой. Сол кезде сақтанып жүріңдер, әйтпесе аккаунтты удалить етіп тастайды. Аккаунтты ютубқа кіргізіп не қылып тастайды. Каналды емес өш. Бүкіл аккаунтын алып тастайды. ютубта тұрған. Мысалы мен бір аккаунтым Enjoy-ды жауып тастаса бітті. Сол аккаунттен мен басқа канал аша алмаймын. Бітті, анау каналмен жауып тұрады. Сондай заттарды алып қалуы мүмкінсіңдер, сондықтан да рекомендацияларында кішкене болсын, бір UFC болсын, бір подкаст істейтін адам болсын, бір үлкен бір художественный бірдеңе сияқты заттар болса, как делать типа такой машина жөндейтін видеоларға болса, солардың каналдарына жазылып қойыңыздар галочкамен. Видеолар шыққан кезде көріп отырасыңдар, сосын рекомендацияларың чисто кішкене взрослый болады, типа істер жайлы. Сосын вандомер мүмкін. Басқаша айтар ештеңе жоқ. Не айтасың? Әрғаты тым жоқ. Әрғаты менде де тым жиған жоқ видео түргіше. Тобыты бар. Келетіндер. Видео түрге жан етіп қалып жүр. Аптасына бір видео түсіретін шығармын тек. Көп болса, уже видеолар дайын тұр, соларды тек апта сайын салып отырсам. Тым вдохновение дым қалған жоқ. Қазір тек построить етіп жатырмын. Келең взрослый контенттерге. FNAF бәрін алып тастадым, Ski туалет бәрін, Майнкрафтты. Let's Play деген ол деген нақты емес контент, сондықтан да Let's Play'ді де көруге кішкене кеңес бермеймін. Взрослый ойын болса да. Себебі көбісі детский ғой. Let's Play'дің көбісі. Сондықтан да искусственный интеллект Let's Play'ді ойлап қалып, әрқата күздерде бір кезде YouTube болса обновление шығарған кезде вообще каналдан әліп қалып жатқандар вообще. Сәлем болған Enjoy еще. Видео бітті. Дайын. Сау болыңыздар.